Мына бейнеролигім менің да мәңгілікке қалсын деп, мәңгілікке бұл әкімдерді қаралау, әкімдерді жамандау, ол ойдан аулақпыз. Жаңа оның алдында аттарын айттым, әкімдердің, енді әкімдердің аттарын айтпаймын ағайынды, бәріңіз түсінетін боларсыздар. Ал заң мен тәртіп дегенде бұларға қарсы шыға алмаймыз. Прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитет, ішкі істер РОВД деген сияқты. Мынау айтылып жатыр ғой әкімшілікте. Мені жамандаған, мені бағанағыдай сырым Бәжиевке жіберіп жатырмын, Көптоғай ауылдық округіне. Содан кейін барып біле беріңіздер, үлкен кісілер, қыздарды, қыз-келіншек, әйел адамдарды қолдайтындарды. Иә, Аспандиярова, үлкен тұлғалар, ата-әжелеріміз бар. Бірақ мына бейнероликті менің кешегі үйіме аяқтай келген, осыны түсірші, әкімді жамандап жатқан, просто қалай береді? Бұл ақша бөлінді ғой, қайда сол ақша? Соны неге салмайды? Біздің балдар не? Жаңа кадрғанда қазір түсірем эфирге. Просто жас қыздар, жас балдар жүгіріп кетіп жатыр. Неге олар далада жүгіреді? Неге мына жерде неге жүгірмейді? Стадионда неге жүгірмейді? Неге мына фокқа бармайды? Неге фок ашық тұрмайды? Неге мына неге ремонттамайсыздар мынаны? Я мына футболист керім бағанағыдай жаза беретін, бағанағыдай тікелей эфирде көріп тұрмын. Сосын маған айтпаңыздар, ана видеоны алып тастап, мына видеоны алып тастап, таныс тамырларын айтып жатыр екен. Көйлек айтшы, ана видеоны алып тастап. Менің заңға қайшылық дымда қатысым, артық нәрсе айтып жатқан ештемем жоқ. Мен тек қана мына фокқа бөлінген жасөспірімдер спорт залы бағана, мына жерге бөлінген ақша, мына шөпке бөлінген ақша, мына иттерді атама, атпайма, не істейді, заң шықты ғой. Осыларға бөлінген ақша, мына мусор, қоқыс жәшікке заңмен тәртіпті айта алмаймын. Мына стадионға бөлінген ақша қайда кетіп жатыр, және қашан ремонтталады, қашан етеді. А Серік Бәжиев деген бастаған себебім, Коля Алексеевич блогер деп жазып бірдеме деп. Сосын қайтып түзепті. Түзе берсін, бірақ оны салған, оны поделиться еткен адам, мен оны да бағана жаздым, бірақ енді атын айтқым келіп тұрған жоқ. Түсінесің, бұл бәрін көріп отырсыңдар. Көрші, туысқан, жиен, тағы дейсің ғой. Сол кезде мына айтасыздар. Деп Көптоғайдан жолдап жатыр, Бөкейханға жолдап жатыр, сонда ойлайсыздар. Қазір заман не болып кетті? Өсек, еркектер өсек айта ма демейсіздер. Менің көршім, менің тағы бірдемен поделиться етіпті ғой. Сырым Бәжиевті 5 адам қараған тек қана. Ар жағы жоқ. Бірақ менің бір қателігім, қатын бастаған көшің бас. Ол жерде айтылады. Сол әйел адамдар басқарып, сол бағанағыдай жамандыққа бармайық. Ертең мына біздің Серік Шапкен мырза ананы тағайындап отыр, мынаны тағайындап отыр, бірақ Астанадан тағайындаған ештемесі жоқ. Иә, мен қазір үміткер Мерей Әжігереев, Ернар Боранғалиев, Қайрат Мақсотов, Алаберген Қонарбаев, бұл Ақтаудікі, Алмас Нұрмұханов, Нұрбат Қайырмеденовті белгілегенім үшін Құрманғазы ауылдық әкімшілік мені блокқа салып тастады. Көрдіңіздер ма? Осылар неге әкім болмайды деп. Ал мен кезінде мына Ернар Боранғалиев бастық болмай тұрғанда, Мерей Әжігереев бастық болмай тұрғанда, менің үстіңе ештемем жоқ. Мен просто пікір жаздым. Осылар неге бастық болмайды деп. Ал қазір бастық. Көрдіңіздер ма? Ал болды. Осы қашан етеді? Осыны жазып жіберіңіздер. Комментарий, мен кеше Сәуле Ғизатованың комментариясы бейнеролигін көрдім. Күні Кәдіркедегі пантомосы түсірген. Ават Жанғалиев мырза жауап берді. Ал менің 25 бейнеролигіме, менің мынаны бірен жыл болды, фоктың ішіндегі душ қайда, умывальник қайда, шекара бақылау қызметі, мына жерлерде бассыздықтарды неге жауап бермейсіз? Көрдіңіз ба? Мен сізге тікелей де жаздым, былай да жаздым, мені сізді бұғаттаған жоқ деді. Мен бұғаттаған көріп тұрмын. Абай мектебі бұғаттады, Каспий Бегалиев мектебі бұғаттады, Әуезов мектебі ашық қойыпты, сау болсын, тез жеткен ғой.
абай мектебі бұғаттаған шыққан жоқ. Еше тағы бір жазып жіберіпті. Бірден бір видео салған, мен біреулерін салған. Сол басқа біреулер қайталамасын деп салам мен бейнероликті. А бейнероликті мен ештемені алмаймын. Мен заңға қайшы отырған ештемем жоқ. Мына стадионды тез бітіріп, бізге бағанағыдай жасөспірімге, үлкендерге осындай бір жақсылық жасап беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аман болайық.